Барлығына сәлем, Қазглиш арнасының көрермендері. Біздің арнамыздағы кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы should модальды етістігі. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін, себебі біз should модальды етістігінің сөйлемде қалай қолданылатындығы жайлы мысалдармен сіздерге нақты түсіндіріп беретін боламыз. Ендеше кеттік. Should модальды етістігі ағылшын тілінде біреуге ақыл кеңес айтқанда қолданылады. Мысалға сіз біреуге жөн сілтегенде, сен осы затты осылай істегеніңде дұрыс болар еді, нақты болар еді деп, біреуге өз ақыл кеңесіңізді, өз білетініңізді айтқан кезде should модальды етістігін қолдана отырып, ол кісіге ақыл кеңесіңізді айта аласыз. Мысал келтіріп түсіндіретін болсақ, you look tired. Сен шаршаңқы көрінесің. You should go to bed early. Ертерек жатқаның дұрыс болар еді. Яғни осылай біреуге ақыл кеңесіңізді айтқанда, сен осылай жасағаныңда дұрыс болар еді деген айтқыңыз келген кезде осы should модальды етістігін қолдану арқылы сіз біреуге ақыл кеңесіңізді жеткізесіз. Ал енді жасалу формуласын түсіндіретін болсақ, subject plus should plus verb. Яғни бастауыш, одан кейін should модальды етістігі, одан соң негізгі етістік. Сөйлем барысында осы формула бойынша сіз сөздерді құрастырып, should модальды етістігін қолданасыз. Оған қазір біз мысал келтіріп көрсетеміз. She has flu. She should stay at home. Ол тұмауратып тұр. Оның үйде қалғаны жақсы болатын еді. Яғни ақыл кеңесіңізді айтып тұрсыз. Оның үйде қалғаны жақсы болатын еді. Ал формула бойынша бізде she subject, одан соң should модальды етістігі, одан кейін stay үйде қалу, бізде бұл жерде негізгі етістік. Ал енді болымсыз түрде қалай жасалатындығын айтып түсіндіреміз. Should модальды етістігіне болымсыз сөйлем жасар кезде жай ғана not жалғауы жалғанады. Яғни shouldn't сөйлемде осылай жазса да болады қысқартып. Оған мысал келтіретін болсақ, you shouldn't eat a lot of sweet. Саған тәттіні көбірек жемеген дұрыс болады деген ақыл кеңесіңізді айтып тұрсыз. Саған тәттіні көп жемеген денсаулығыңа дұрысырақ болады. Тәттіні көп жеген жағдайда денсаулығың құртылуы мүмкін деген сияқты ақыл кеңес айтып жатыр. Тағы да мысал келтіріп өтетін болсақ, she has a toothache. She should not eat candies. Оның тісі ауырып тұр еді. Оған тәттілерді көп жемесе дұрысырақ болады. Тәттілерді көп жесе тісі одан сайын ауыру мүмкін деген өз кеңесін айтып жатыр. Тағы да бір мысал келтіретін болсақ, you shouldn't lie your friends. Сен достарыңды алдамағаның дұрыс болады. Яғни достарыңа шындық сөйлегенің дұрысырақ болады деген мағынада қолданылады. Және де біз сөйлемде should модальды етістігін I think, I don't think және де do you think сөздері арқылы да қолдансақ болады. Мысал үшін it's late, I think we should go home. Меніңше кеш болып кетті, біздің үйге қайтқанымыз дұрысырақ болар еді. Яғни тым кеш болып кетті, сондықтан біздің үйге қайтқанымыз дұрысырақ деген сөйлем шығып тұр. Немесе do you think she should go to a party? Сен қалай ойлайсың? Оның отырысқа барғаны дұрыс па? Сенің ойыңша оның сол кешке барғаны дұрыс па деген сөйлем. Не болмаса do you think I should buy this jacket? Қалай ойлайсың, мен осы жакетті сатып алғаным дұрыс па деген сияқты мағыналарда сөйлемдерде қолдана аламыз. Осымен түсінікті болды деген ойдамын, және де біз should модальды етістігін өткен шақта да өз ренішімізді білдірген кезде қолдана аламыз. Яғни мен өткен жолы осылай жасай алмадым ғой деген сияқты сөйлем барысында өткен шақтағы болған іс-әрекеттердегі ренішті білдіру үшін де біз should модальды етістігін қолдана аламыз. Ал оның жасалу формуласы subject plus should plus have және де plus past participle. Яғни біз бұны past perfect формуласы арқылы should модальды етістігін қазір сөйлемде қолданып, сіздерге мысал келтіретін боламыз. Соңына дейін қарап түсініп алыңыздар. Мысал келтіретін болсақ, you missed a great party last night. You should have come.
кешегі кешіміз өте жақсы өтті. Сенің келгеніңде дұрыс болатын еді. Яғни you should have come. Present perfect шағында осылай should модальді етістігін қолдану арқылы мысал келтіріп тұр. Немесе тағы да бір мысалға тоқталатын болсақ, I'm feeling sick. I shouldn't have eaten so much chocolate. Мен өзімді нашар сезініп тұрмын. Менің бұдан артық тәтті жемегенім дұрыс болатын еді. Яғни шоколад жемегенім де дұрыс болатын еді. Өзін нашар сезініп тұр, яғни өткен шаққа ренішін айтып тұр. Ол шоколадты көп жемегенде оның жағдайы дұрыс болатын еді деген сияқты сөйлем шығып тұр. Осылайша біз should модальді етістігін осындай ережелер арқылы сөйлемдерде қолдана алады екенбіз. Осылайша біздің сабағымыз осы жерден аяқталады. Бүгінгі should модальді етістігінің сөйлемдерде қалай қолданылу жолы, олардың формуласы, мысалдары сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Видео сабағымызды соңына дейін көргендеріңізге рахмет айтамыз. Біздің арнамызға жазылып, лайк, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар.